Саламатсыздар ма? Бүгінгі біздің талдайтын методологиямыз бала, ата-ана, ересек күйлері. Адам осы үш күйді ауыспалы түрде пайдаланып отырады. Оны өзі де байқамайды. Бұл күйді егер талдасақ, мысалы ата-ана рөлінен бастасақ, ата-ананың рөлі қандай ол? Қамқоршы болу, ақыл айту, үстемдік көрсету, сынау деген сияқты әртүрлі ата-аналар болады, сол рөлді ойнап жатады. Екінші рөл ол баланың рөлі. Бала қандай болады? Жылайды, күледі, ашуланшақ болады, эмоцияға көп беріледі. Және үшінші рөл ол ересектің рөлі. Ересек адам қандай болады? Ол ақылмен, логикамен, ойланумен шешімдер қабылдайды, жауапкершілік алады. Сондықтан бұл үш рөлді білген өте маңызды. Және тек қана білген емес, оны өмірде дұрыс пайдалану керек. Әрине, көбінесе жұмыс барысында, өзге де кездерде жауапкершілік артылатын сәттерде ересектің күйіне ауыса білу керек. Мысалы, ата-ананың рөлін алсақ, ашуланшақ, ақылгөй ата-аналар болады. Олар үнемі биткен дұрыс емес, сөйткен дұрыс емес деп, ол ата-ананың рөліне кіріп алған адам тек қана өзінің баласына ғана ата-ана болмайды, ол жан жақтағы бүкіл адамдарға ата-ана болады. Ол өмірде сол позицияны ұстанады. Және де мысалы басшы болса, ол жұмысшыларына ата-ана болады. Оларға бүйтпе, сөйтпе деп үстемдік көрсетуге тырысады. Немесе жаңағы оның құрамындағы жұмысшы қол астындағы бір нәрсе бүлдірсе, ол ата-ана сияқты оған кешіріммен қарайды, түсінушілікпен қарайды. Бұл ата-ананың рөлі қалай жағымды, жағымсыз ата-ана болса да, ол керек кезде ғана ойналатын рөл. Мысалы, ол қай кезде керек? Балаңызға расында да бір дұрыс ақыл айтқыңыз келсе, бір өмірлік тәжірибеңізбен бөліскіңіз келсе, сіз бір ақылды, сабырлы ата-ананың рөлін ойнауыңызға болады. Онда ол керемет жарасымды болады. Ал бірақ жай кездегі танитын да, танымайтын адамға да барлық жерде ата-ана болып, бір жағы қамқор болып, шабылып, бәрін істеп адам үшін, бір жағы оған ұрсып, өзін деген өткізгісі келетін адам не болады? Ол қарым-қатынаста, коммуникацияда зардап шегеді ол адам. Бұл рөлдердің маңыздылығы сода, адам біздің барлық, мен айтатын методологияның барлығы, адам өзінің өмірін қалай реттеу керек, қандай күй кешіп жатыр, қандай рөлдер дұрыс ойнау керек деген сияқты әртүрлі методологияларды талдаймыз. Қазір сол талдап отырған методологиямыз, жаңағы ата-ананың рөлін айттық. Енді баланың рөлін алайық. Бала ол эмоцияға тез берілгіш, істі аяқтамай тастап кетуі мүмкін, ренжуі мүмкін, қуануы мүмкін, жауапкершілік алмауы мүмкін. Сондықтан жауапкершілікті нақты өмірде шешімдер қабылдалатын кезде адам баланың рөлінде қалып қоймау керек. Мысалы айтайын, осы біраз уақыттан бұрын мен бір жұмысшым ренжіді. Мысалы, мен жұмыстан шығам деді, маған ұнамайды деді. Мен бұл жерде түсінгенім, ол өзін бала сияқты недімен ұстап тұрды, жаңағы сондай бір мінез құлықта. Мен бұл модельді білгендіктен үнемі жаңағы саналы түрде анализ жасай білгендіктен мен бұл жерде түсіндім, ол жұмысшы баланың рөліне кіріп алып шыға алмай тұр. Мен ондай кезде не істеу керек? Ересектің рөліне шақыру керек. Мен оны отырғызып сөйлестім, ересек адамша. Мен айттым, сен бала сияқты бір нәрсеге ренжіп, бәрін лақтырып тастап кетіп, ол дұрыс нәрсе емес. Бірінші сен нақты ойланшы, не нәрсе саған ұнамады, не нәрсе ұнады, нені өзгерткің келеді. Сонда біз сөйлескенімізде бір жақсы бір шешімге келдік. Бір түсінбеушілік моменттер болған екен. Ол өзінің бір ойы басқа жерде, біреудің ойы басқа жерде дегендей. Сондықтан ересек адам үнемі сараптап, ойланып, сөйлесіп, ағы ақ, қарасы қара, мынасы былай деп мәселенің басын ашып, бір саналы түрде шешім жасау керек. Егер солай шешім жасалса, адамда ешқашан проблема болмайды. Коммуникация жағынан да басқа адаммен қарым-қатынас жағынан. Тіпті сіз өзіңіздің балаңызбен
қарым қатынас құрағанда баланы да өзіңізде ересек рөліне шығып кетуіңіз керек. Сіз ересек ретінде баладан өзіңіз талап қоя білесіз, жауапкершілік арта білесіз, соған шақырасыз балаңызды, и балаңыз да ересек ретінде оған істемеймін, бармаймын, ұнамайды, ұнайды демейді. Ол ересек түрінде сол рөлде болса, ол іс өз жүйесімен, орнымен шешіледі. Енді ересектің рөлін айттық, біз көбінесе сол рөлде болуға тырысуымыз керек. Және де басқа адам ата-ананың рөліне кіріп бара жатса, сізді сынап жатса, керек емес қисық ақыл айтып жатса, әрине оны дөрекі түрде бұзып, ондайға шақырып отырған жоқпын. Негізі біздің өмірімізде бір нәрсені сараптау, түсіну бізді эмоциядан және де албырт дұрыс емес шешім қабылдаудан қорғап сақтап қалады. Бұл саналылық сезімі деп аталады. Саналы жүйелі түрде ойлай білсе, оның өмірінде әртүрлі бір келіссіз жағдайлар, бір нәрсені ұмытып кетті, ана жерде қалып қойыпты, біреу түсінбей қалыпты деген нәрселер болмайды. Сондықтан мен айтатын барлық методтар адам өмірін реттеуге, дұрыс қарым қатынасты өмір сүруде, былайша айтқанда мен дәріптеп жүрген методым гармония. Гармония енді әркімге әртүрлі болады. Біреуге бір нәрсе ұнауы мүмкін, ұнамауы мүмкін, бірақ адам өз табиғаты гармонияға ұмтылады. Гармония дегеніміз ол адамның өмірінің барлық жан-жағындағы адамдармен қарым қатынас, өзімен қарым қатынас, бала шағасымен, қоғамда, финанс жағынан, денсаулық жағынан барлық біз өміріміз бірақ нәрседен құралмайды. Жаңағы барлық өмірдегі біздің салаларымыз жақсы түрде жетілген болса, қалыптасқан болса, менің ойымша сол бақыт, сол гармония деген сол бізді бақытқа әкеледі. Бұл үш рөлдің маңыздылығын тағы бір рет қарап өтейік. Бұл үш рөлді де біз жаман, жақсы деп бөлмеуіміз керек. Оны дұрыс пайдалана білуіміз керек. Мысалы, балаңызға қамқоршы, жәрдемші, ақылшы, сабырлы ата-ана болыңыз. Немесе өзіңізден кішіге ізет деп айтып жатады ғой жаңағы. Сол рөлді дұрыс пайдаланыңыз. Баланың рөлі бұл өте маңызды. Мысалы, сіз ешқашан баланың рөліне кірмей, үнемі ата-ана мен ересектің рөлінде жүрсеңіз, сіздің өміріңіздің қызығы, мәні кетіп қалады. Бала ол қандай? Ол көңілді, ол тез ұмытады, тез ашуланады, тез қуанады. Сондықтан кейде сол бізге жетпеуі мүмкін. Бір нәрсеге қадалып, жаңағы ересектің рөліне кіріп, болмайтын жерде бір анализ жасап, болмайтын жерде бір ойланып, толғанып, былайша айтқанда серьезный болып дегендей, ондай керек емес. Егер сіз достарыңызбен отырсаңыз, жанұяңызбен отырсаңыз, бала сияқты күліңіз. Біреу сізге жақсы хабар жеткізсе қуаныңыз. Ол деген біздің дофамин гормондарымызды көбейтіп, біздің өміріміздің мәнін, сәнін келтіреді. Сондықтан керек кезде баланың рөліне де кіре беріңіз. Керек уақытта ересек болып жауапкершілік алып, анау кінәлі, мынау кінәлі, күн суыды, жаңбыр жауды, ана жерге бара алмадым, машинам сынды, бүйтпедім, сөйтпедім деген, ол жауапкершілікті лақтыру, одан кету. Ондай кезде сіз ересектің рөліне кірсеңіз, менің машинам сынды, мысалы, бірақ мен оны қазір жөндеймін де, ары қарай жүремін деп, бір амалдар тауып, саналы, сапалы түрде өмір сүру керек. Сондықтан бүгінгі методологиямыз ата-ана, ересек, бала рөлін талдадық. Өміріңізде дұрыс пайдаланыңыздар. Керек кезде қамқоршы ата-ана болыңыз. Керек кезде балаша күліп қуаныңыз. Керек кезде шешім қабылдап, ересектің рөліне кіріңіз. Және жан-жағыңыздағы адамдарды келіссөз кезінде, кез келген жұмыс болса, кез келген коммуникация кезінде, егер сіз дұрыс бір нәрсе қалыптаспай жатқанын сезсеңіз, өзіңізге сұрақ қойыңыз. Мен оппонентім қандай рөлде тұр? Мен қандай рөлде тұрмын? И керек кезде ересек рөліне өтіп кетіңіз. Сол кезде барлық мәселе шешіледі деп ойлаймын. Бұл методты тек қана естіп қана қоймай, бір рет, екі рет, үш рет саналы түрде пайдаланыңыз. Сонда сіздің миыңызда жүйе қалыптасады. Келесіде автомат
түрде пайдалануға үйренесіз. Өміріңізде қолданыңыз. Менімен болғандарыңызға рахмет.